сен білесің, мен қазіргі таңда орыс тілі мен әдебиетін оқып жатырмын. Мен осы сабаққа кірген себебім ең алғашқыда біздерге двуязычие бар, екі тілділік бар. Соны мен өзіме мақсат қылып қойдым. Осы сабақта соны көрейін дедім, қалай жүзеге асатынын. Сосын барып сөздікпен жұмыста, сөздік жұмыспен болды, дәптермен де жұмыс бар екен. Міне сөздік дәптермен жұмыс болды. Сосын барып мына жерде сөздік дәптерде бір жерде қате кетті. Білесіз, соның қатеге көп мән беремін. Уныние. Вы написали как умение еді. Сол жерде екі сөздің екеуі де бөлек мағынада. Соны исправьте, пожалуйста, сөз жерінде. Айтады, бүкіл жаңа өзі бүкіл әр топ қалай сараласады. Бұл әр топқа бөлек-бөлек ауысқан, бірақ бір мағынада сабақ өте мазмұнды, өзінің несіне сай өтті. Жаңа шынымен кинолента арқылы балалар ой електерінен бейне фильмнің, жаңа романның бүкіл мазмұнын түсіндіріп білеміз. Енді несі жаңа әр бала сабаққа келген неше алды деп келеді ғой енді сол. Бірақ сіз жаңа өзіңіз бағалап өттіңіз, бәріне 10 балл өте қуанышты кетті. Жаңа екі тілдермен қайтып келетін Виталик міне мысалы бұрында қанша мың жерден қазақ сөйлесе орысша қайтаратыны, қазіргі таңда сөз тұрмақты сөйлемнің басын сөздерді қосып сөйлем жасай алады бала. Бұл сіздің еңбегіңіз. Өте рахмет. Дильназ деген балада, бұл балада мүлдем көзі бақырайып қарап тұратыны, қазіргі таңдара мені көрдіңіз бар, сөздерді оқиды, перевод жасайды, және өз сөйлемін қайталайды. Енді бұл жерде ең бір жақсы қызықтырғаны пәнаралық байлар өте жақсы болды. Географиямен, ол даже сіз сол до такой степени сіз неттіңіз, прям пәнге де кірдіңіз. Пәнге кіргеніңіз сіз картамен жұмыс жасаңыз. Мен осыны география пән мұғалім талап етемін. Бала карта білсе, ол географияны көз жұмып тұрғанын бәрін шайнастырады. Анау жерде тапсырмалар өзін сіз